Мен кім? Менің атым Мадина Талапқызы. Мен Павлодар қаласы тумасымын. Жасым 30-та, отбасылымын. 2 кішкентай қызым бар. Үйде отырып жұмыс жасаймын. Инстаграммен жұмыс жасаймын және веб-сайт жасаумен айналысамын. Сайт жасауды, дизайн жасауды жақсы көремін. Және осы Инстаграм 0-ден бастап профиге дейін SMM курсының авторымын. Осы курсты мен өткен өзім курстарынан барлығын қаншама курстар өттім, соның ең қаймақ жерлерін, ең керек жерлерін жұмысқа осы Инстаграмды дамыту үшін керек болатын және соған осы бизнесіңізді жүргізу үшін керек жарақ құралдарды осы курсқа қостым. Сондықтан осы курсты мен бір 2 ай, 3 ай жаздым деп айтуға болады. Соны барлығын әр оқушы соны түсінетіндей және әр білімді практика арқылы закрепление болатындай сондай бір марафон түрінде оны құрдым осы курсты. Себебі әр білім осы практика арқылы адамның есінде қалады. Сондықтан әр лекцияны оқып, сабақты оқып, сіз міндетті түрде бір тапсырма орындайсыз. Өзіңіздің инстаграмыңызды қадам-қадамдап жақсартасыз. Менің білімім. Мен ақпараттық жүйелер немесе орысша информационный системы, яғни IT-технология жоғарғы бакалавр мамандығын оқыдым. Жеке өткен курстарым онлайн не офлайн түрде өтті. Осындай міне курстар өттім. Веб-технология курсы, инстадизайнер бірнеше курсын өттім, яғни 2 курсын өттім. Видео анимация курсын өттім. SMM курстарын бірнеше курс, маркетинг курсын. Және иншаллах, Аллах нәсіп етсе, тағы да өз біліктілігімді қолымнан келгенше жақсартуға жұмыс жасаймын. Менің проекттерім. Бұл Мадина Салих, орыс тіліндегі денсаулық пен әдемілік жайлы, химиясыз өмір, сүннет бойынша ем алу туралы, дұрыс тамақтану туралы тақырыптарды қозғайтын блог. Оны ең бірінші аштым. Оны мен бірінші интернет сайт аштым, recept.m.kz. Соны жетілдіру үшін осы Мадина Салих Инстаграмда алғашқы осы Мадина Салих парақшасын ашқан едім. Оны мен өзімнің атымнан жаздым, өзімнің атымнан. Содан кейін оны осы блогқа қарай көшіп кеттім. Екінші проектім бұл recept.m.kz, денсаулық сақтау үшін арналған табиғи халал өнімдерін интернет-магазинде, яғни инста-магазинде сатамын. Және енді үшінші проектім бұл осы Мадина админ проекті. Инста-дизайнерлік қызметімді жасау арқылы және SMM туралы жазамын. Үйде отырып ақша табу жайлы жазамын, фриланс жайлы жазамын. Және тағы да бір пабликім болған, бұл Павлодарға арналған объявлениялар парақшасы, бірақ мен оны қазір қойдым. Оған уақытым жетпейді қазір. Сондықтан оны жауып тастадым. Менің жұмыс тәжірибем. Алғашқы жұмыс тәжірибем Павлодар қаласындағы Сұлтан Ахмет Торайғыров атындағы университетте басталды. Мен археолог, профессор Жамбыл Умарыш Артықбаевтың жанында көмекші болып жұмыс жасадым. Оның кітаптарын редакция жасап, коррекция жасап, яғни корректор болып, қателер болса, соны түзетіп отырдым. Сол жұмысты атқарып, әртүрлі кітаптарды шығаруға атсалыстым. Содан кейін ақырындап версткаға көштік. Яғни ол кітаптардың ішіндегі суреттерді
және тексттерді бірге сондай композиция кітаптар ретінде құрып верстка жасадым. Сондай біраз тәжірибе алдым версткадан. Содан кейін мен басқа бөлімге көштім. Осы көмекші ретінде бір жыл жұмыс жасадым. Содан кейін инженер-программист болып тағы да 3 жыл жұмыс жасадым. Ол инженер-программист жұмысын мен осындай қызметтер атқардым. Яғни компьютерлік кабинетте студенттер үшін жұмыс жасайтын бағдарламаларды барлығын дайындап, Microsoft, яғни Windows системасын құрып дайындап отырдым. Солай 3 жыл жұмыс жасадым. Содан кейін жарнамалық фирмада видеороликтарды нарезка жасап, роликтарды барлығын сондай кішкене монтаж жасаудан тәжірибе алдым. Содан кейін Нұр-Сұлтан қаласында ИНУ университетінде Гумилев атындағы инженер-программист болып жұмыс жасадым. Содан кейін оқу курстарында создание сайтов бойынша орыс тілінде курстар бердім. Содан кейін веб-мастер бойынша, веб-программист бойынша мен жұмыс жасадым. Бір фирмада. Содан кейін екінші жұмыс орнын іздегенде бір фирма таптым. Олар жаңа келген екен Нұр-Сұлтан қаласына. Ол кезде олардың офисі болған жоқ. Тек қана компьютер жөндейтін программисттер үшін офисі болды. Ал мен сайт жасау керек едім. Және олар өздері администратор ретінде директор, сол өздеріне офис жалдау керек еді. Бірақ мен оларға ұсынысым жасадым. Мен осы Павлодар қаласына отырып, сіздің жұмысыңды жасайын. Сіз маған ешқандай офис жалдамай қойыңыз, мен барлық жұмысты атқарып отырамын. Олар осы ұсынысты қабыл етті. Мен Павлодар қаласына көшіп, әке-шешем жанында отырып, жұмысымды атқардым. Разработка сайтов, дизайнын, контент-менеджер ретінде, администратор ретінде жұмыс атқардым. Яғни олардың интернет-магазин сайтын аштым, сервис услуг, веб-студия сайтын, сондай әртүрлі сайттарын, олардың барлығын жасап отырдым. Осындай жұмысты мен 6 жыл бойы жасадым. Сол кезде мен тұрмыс құрдым, келін болдым, ана болдым. Аллаға шүкір, сол жұмысты және өзімнің міндеттерімді, яғни аналық, келіндік міндеттерімді атқардым. Содан кейін жұмыс біткеннен соң мен декретте отырып, рецепты красоты и здоровья деген сайт ашып, ол сайтты әлеуметтік желілер бойынша қолымнан келгенше дамытуға тырыстым. Фейсбукта, Одноклассник, Mail. Содан кейін жаңа осы Инстаграммен таныстым. Инстаграмда ешқандай білімім де, тәжірибем де болмады. Ол қандай желі екенін білмедім. Мадина Салик деген блогын аштым. Сол блог арқылы өзім сайтымды дамытам деп шештім. Ақырын осы Инстаграмды дамыту жолында мен осы Инстаграм арқылы басқа да специалисттер өзінің білімін, өзінің сондай профессионал жолын осы Инстаграмда дамыта алатынын көрдім. Яғни мен сияқты веб-программисттер немесе дизайнерлер осы Инстаграм арқылы өзінің тағы да қосымша ақшаларын, қосымша финанстарын тауып жатқанын көрдім. Және интернет-магазиндерді көрдім. Сондықтан осы Инстаграммен айналыса бастадым, білім ала бастадым. Және өз-өзіме жұмыс жасаймын, ешқандай жұмыс іздемеймін, өзімді дамытамын деп шештім. Яғни өз-өзіме жұмыс жасаймын.
Содан кейін Мадина админ парақшасын аштым, себебі профессионал түрде дамығым келді. Өзімді Инстаграмда эксперт ретінде көрсеткім келді. Яғни өзім жинаған тәжірибемді, білімімді сол арқылы ақша тапқым келді. Осы тәжірибемді барлығын табыс көзіне айналдырып, профессионал түрде дамығым келді. Және осы парақшамды әлі де дамыту жолындамын, даму жолындамын. Барлық шыңдарға жеттім деп айтпаймын. Көп мақсаттарым, көп армандарым бар. Иншаллах, ақырындап жетемін. Күнде жұмыс жасаймын, әрекет етемін және даму жолындамын, білім аламын. Әртүрлі білім курстарына қатысамын. Сонымен қатар балаларымды тәрбиелеймін, олардың жанындамын. Свободный график, яғни осы фриланс маған ұнайды. Демалыс күндері өзім шешемін, қанша жұмыс жасаймын, және қаласам серуендеп демалуға да барамын және жұмысымды атқара беремін. Осы парақшам арқылы профессионалды түрде өзім көрсеткім келеді. Мұнда творчестволық бостандық, яғни өзіне өз-өзіне директор боласың. Содан кейін мен ешқандай жұмыс іздегім келмейді. Осы Инстаграмды дамытқым келеді, иншаллах. Мен қалай ісімім таңдадым? Өзімнің жеке сайтым рецептім.kz деген болды, денсаулық жайлы. Соны дамыту керек болды. Сол кез барлық әлеуметтік желілерде қосылып жатқанда осы Инстаграмды танып тіркелдім. Басқаларға қарап үлгі алып, пост қойып отырдым. Біраз көп нәтиже бермеді. Бірақ әртүрлі енді блогерларды да оқыдым. СММ блогерларды, олардың посты бойынша әрекет еттім. Олар енді кейде пайдалы жайттары көп болды. Бірақ біраз енді комплексна жұмыс жасамаған үшін ол маған көп нәтиже бермеді. Сондықтан мен ешқандай нәтиже көрмеді, уақыт көп өтті. Осылай бетімен осылай отырдым. Пост жібердім, ешкімді оқымайды, аз болды. Енді 5-10 сондай. Содан кейін енді бір рет осы СММ курсын оқиын деп ойладым. Белгілі бір блогерға жазылдым, 10 000 теңгелік курс. Енді одан енді пайдалы білімді алдым. Әрине пайдалы білімді болды, мотивация болды, жақсы. Бірақ көп енді курсы біраз шашыраңқы болды, пробелдары болды. Менің көз қарасым бойынша сондай минустар таптым өзім. Маған білім жетіспеді осы тағы да Инстаграмды дамыту үшін жеке сұрақтарым қалды. Оны сұрау үшін де сұрай алмадым. Әзер сұрақтарыма жауап алдым. Өйткені ол популярлы бір блогер, оның уақыты жоқ. Әзер жауап берді. Оның уақытында алғым келмеді. Бір сұрағымды енді көп күттім. Содан кейін сұрамайтын болдым. Басқа да курстарға жазыла бастадым. Ол тереңірек және қымбатырақ болды. Ол курстарды өттім. Содан кейін бірнеше тағы 2 курс өттім. Содан кейін түсіндім осы Инстаграмды полностью комплексна қалай, жалпы қалай, не істеу керек. Соның барлығын 3 курсты, яғни осы курсқа өзім авторлық курс жазам деп ұйғардым. Мен сияқты осындай сұрақпен қалмасын, барлығы түсінікті, барлығы қадам-қадамдап, шашыраңқы болмасын. Мен сияқты осы 3-4 курстарды іздеп жүрмесін, барлығын анда-мында оқып ақшасын кетірмейін. Bir ғана курста барлығын білетіндей, құрал ретінде қолданатындай және сұрақ-жауап кері байланысы мықты болатындай бір курс ашам деп ұйғардым. Мен де бір пайдам тиісін деп осы қазақ аудиториясына, әсіресе аналарға үйде жұмыс жасағысы келетін
Және енді кез келген адамдарға, өзі қосымша жұмыс жасағысы келетін адамдарға пайдам тиісін деп осы курсты 2 ай бойынша 3 ай мүмкін осы тырнақтап ақырын ең керек ақпаратты жазып марафон түрінде жасауға ұйғардым. Себебі сол марафон түрінде білім жақсы сіңеді деп ойлаймын. Сондықтан осы курспен-ақ сіз өзіңіздің инстаграмыңызды дамытып кетесіз, иншаллах. Сізден тек қана еңбек және бірінші ол ниет керек. Инстаграм желісі қандай? Ол әдемі, визуал түрде дамыған, ауқымды, популярлы үлкен желі. Неге біз Инстаграм таңдадық? Неге Фейсбук емес? Неге ВКонтакте, Одноклассники емес? Себебі бұл визуалды түрде дамыған желі. Ал визуалды түрде даму деген ол көзбен тезірек қабылданады, ақпарат тез сіңіріледі, яғни фото, видео қарау жеңілірек адамға. Мәтінді оқимыз, бірақ ол мәтін Инстаграмда міндетті түрде цепляющий болу керек, және мақсат аудиторияға сай қызықты болу керек. Осы Инстаграм арқылы өзіңіздің кез келген бизнесіңізді домалатуға болады. Оның бір көрінісі бұл интернет-магазиндер барлығы дерлік осы Инстаграмда отыр. Визуалды түрде өзінің тауарларын барлығын көрсетіп отырады. Және ол Инстаграм желі тегін желі. Оның ішінде көптеген аудитория отыр. Ауқымды сондай желі бола тұрып, біз оны қалай қолданбаймыз? Әрине қолдануымыз керек. Бірақ біз оны дұрыс құралдармен, осы курста берілетін құралдар арқылы қолдансақ, барлығын иншаллах ақшаға айналдырамыз. Сізге үйде отырып ақша табуға мүмкіндік болады. SMM маманы дегеніміз кім? SMM маманы жаңадан пайда болған мамандықтардың бірісі. Социал медиа маркетинг. Оны аударсақ, әлеуметтік желілер маркетингі. Яғни SMM. SMM маманы әлеуметтік желілерде өзі жұмыс жасайтын жердің тауарын, қызметін сатады, жарнамалайды, клиенттер тартады, жақсы имиджін қалыптастырады. SMM маманы кез келген әлеуметтік желілерде жұмыс жасай алады, бірақ біз осы курста Инстаграмға қарай бағыт аламыз. SMM менеджер тікелей жарнама жасамайды, ол жарнама түрде жасайды, яғни посттар арқылы, контент арқылы өзіне тартады және аудиториямен жылы жақсы қарым-қатынаста болады, өзіне сендіреді. Оның міндеті әлеуметтік желілерде отырып өзі қызмет ететін компания немесе мекеменің жұмыс бағдарына сай мақсатты аудиторияны тартады. Мақсатты аудитория дегеніміз ол дәл сізге керек аудитория. Аудитория группасы немесе сегменті. Мысалы, сізде ойыншықтар сататын парақша болса, сіздің мақсатты аудиторияңыз бұл аналар. Себебі олар көп осы балаларына ойыншық сатып алып отырады. Және осы мақсатты аудиториямыз жайлы біз келесі сабақтары толығырақ түсінеміз. SMM маманның басты міндеті ол әлеуметтік желілерде мақсатты аудиторияға арнап топтар ашып, тартымды мақалалар жазып, теріс пікір болса ушықтырмай жауап беруі. Және ол өз атына кір келтірмейтіндей жағдай жасайды. Мақсатты аудиторияны мекеме сайтына бағыттайды, клиентке айналдырады. Ол дегеніміз, сізде Инстаграм парақша. Сіз, мысалы, косметика сатасыз. Косметика сатсаңыз, сіздің аудиторияңыз бұл әйел қауымы.
сіз соған қарай контент жазасыз, яғни соған қарай қызықты болатындай мақала жазасыз. Әйел күтімі, бет күтімі, сондай қызықты мақала жазасыз. Содан кейін косметикаңызды сатып отырасыз. Бұл бір мысал. Екінші мысал, сіз техника сатасыз. Сіз тек қана техникаңызды қоя бермей, сол техниканы қалай таңдаймыз, қандай характеристика бойынша таңдау керек, оның сапасын қалай тексереміз, қандай жағдайда осындай гаджеттер сізге пайда болады, пайда келеді дегендей, сондай қызықты посттар жазасыз. Ол SMM маманын, немесе сіз өзіңіздің парақшаңызды дамытқыңыз келсе, осы SMM маманы болып, сол SMM маманның құралдарын қолданасыз. Ол сізге өте жұмысыңызға жеңілдік әкеледі. Сол үшін біз SMM мамандығын зерттеп жатырмыз. Сіз кез келген парақшаңыз болса, оны SMM білімі арқылы дамытамыз. Сол арқылы ақша келеміз, монетизация келеміз, яғни ақшаға айналдырамыз біздің парақшамызды. Ал мақсаты аудиторияны мекеме сайтына бағыттау дегеніміз, бұл сіз SMM маманы болсаңыз, мысалы сізде интернет-магазин бар. Сізде емес, сіздің заказчигіңіз, яғни сіз SMM маманысыз. Сізге айтты, менің сайтым бар, интернет-магазинім бар. Осы сайттан барлық сатып алғанын, көп клиенттер болғанын қалаймын. Сол үшін сіз пост жазғанда осы сайтқа бағыттайтындай посттар жазасыз, видео жасайсыз. Бір товарды көрсетіп, не осы сайтта сатып аласыз дегендей, сондай мақала, видео, фотоконтент жасайсыз. Оны клиентке айналдырасыз. Және ұмытпау керек, әрқашан ол тікелей емес, жанама түрде жанама жасайды. Яғни күнделікті жарнама жасамайды. Ол ақырындап, сондай 3 күнде бір, 5 күнде бір сондай жанама жасап отырады. Бірақ ол жанамасы мықты болады. Себебі ол өзінің аудиториясын сендіреді, және бұл аудиториясы оны жақсы біледі, таниды, және оның әр сөзіне сенетіндей болады. Сол кезде ақырын жанама жасауға болады. Бұның бір себебі, бұның бір мысалы деген, бұл блогерлар. Блогерлар өзіне сендіріп, ақырын сол жарнама жасайды, жанама түрде. Сол үшін блогерлар арқылы көп жанамалар сатылады. Енді блогингта ол солай, ол жанама түрде жанама жасайды, бірақ интернет-магазинерде олар тікелей жарнама жасап, өзіңіздің тауарыңызды, описаниесін барлығын жазады, бағасын, жеткізілуі, тағы да басқа ақпараттар. Содан кейін жанына керек болатын мақалалар. Аудиторияңызды сондай сай керек болатын, аудиторияңызды тартатындай мақалалар жазып отырады. Енді SMM жұмысы мен міндетін осы сурет арқылы қарап көрейік. Осы SMM мамандығы не үшін зерттеп жатырмыз? Яғни сіз өзіңіз SMM маманы болам десеңіз де, және өзіңіз Инстаграмыңыз, парақшаңызды дамытқыңыз келсе, оны ақшаға айналдырғыңыз келсе, осы SMM маманы ретінде жұмыс жасауыңыз керек. Соны ұмытпаңыз. Сондықтан біз бірінші осы SMM мамандығын зерттеп жатырмыз. Қаласаңыз SMM маманы боласыз, қаламасаңыз өзіңіздің қандай да болсын бизнесіңіз, қандай болсын парақшаңыз, блогер боламын десеңіз, осы SMM білім арқылы парақшаңызды ақшаға айналдырасыз. SMM жұмысы мен міндеті осындай.
аудитория қызығушылығын зерттеу. Яғни сізге керек, сізден сатып алатындай, сіздің тематикаңызды қызығушылықпен жақсы көріп оқитындай, сондай группа. Сондай группаларын қызығушылығын зерттеу керек. Яғни ол дегеніміз қандай тематикада оқиды, интересы дейік, қызығушылығы қандай блогерларда отыру мүмкін, қандай тематикалар оқу мүмкін тағы да осы инстаграмда, және отбасылық жағдайлары, жастары қандай болу мүмкін, соны барлығын зерттейміз және соған қарай посттар жазамыз. Соған қарай контент, яғни мәтін, фото, видео, соны қалыптастырамыз. Және SMM менеджердің міндетінен бұл сатылым көбейту. Яғни сіз SMM маманы болсаңыз, бұл инстаграм парақша сізге берді, сіз әрине сатылым көбейту керексіз. Көбінесе бұл SMM мамандығын, SMM менеджерін жұмыс қалғанда, мысалы, ең азынан 40 000 теңге плюс проценты деп айтады. Проценты от продаж, сатылымнан проценттері. Бұл ең азынан 40 000 теңге. Себебі бұл SMM менеджер үлкен ауқымды жұмыс жасайды. Енді ол әрине дұрыс жұмыс жасау керек, сол үшін өзінің міндеттерін білу керек. Және ол персонал алу мүмкін, ол фотограф, модель, немесе инста-дизайнер. Ол жеке төленеді. Интернет-магазин болса, міндет түрде мысалы фотограф керек болу мүмкін. Ол фотографты сіз жақсы таңдау керексіз. Ол именно сондай тауарыңызды жақсы суретке түсіріп, сапалы түрде түсіретіндей бір фотограф таңдайсыз. Және аудиторияға ұнау, өзіне тарту. Ол өте маңызды. Сіз өзіңіздің аудиторияңызға ұнау керексіз. Өзіңізге тарту керексіз. Оны лояльность деп атайды. Лояльность бұл сол өзіңізге сенетіндей, жақсы, жылы қарым-қатынаста болу. Сізде сатып алатындай, сондай аудитория қалыптастыру. Және негативті жоқ қылып отыру. Осы инстаграмда хейтер деген түсінік бар. Ол деген жаман пікір жазатын адамдар. Ол әдейі жазу мүмкін конкуренттерден, немесе өзді сондай мәдениеті төмен адамдар сондай жаман негативті комментарий қалдыру мүмкін. Сіз оған әдемі түрде жауап беруіңіз қажет. Және қосымша сатылым көбейту. Яғни SMM мамандығы маманы осы таргетинг, тағы да басқа да әртүрлі құралдар арқылы, жарнама арқылы сатылымды көбейту қажет. Және уақытылы консультация. Ол дайрект арқылы, WhatsApp арқылы, әртүрлі желілер арқылы уақытылы консультация беріп отыру. Ал сіздің өзіңіз парақшаңыз болса, сіз үнемі осы комментарий арқылы, дайрект арқылы әрқашанда өзіңіздің аудиторияңызбен сондай общениеда, коммуникацияда болуыңыз қажет. Сайтқа, парақшаға трафик көбейту. Яғни сізге осы мен интернет-магазинім бар, соған сатылым көбейту керек деп сізді SMM менеджер ретінде алса, сіз сол сайтқа бағыттайтындай жұмыс жасау керексіз. Трафик көбейтесіз. Соған тауар болса тауарын сатып алатындай, немесе бұл сондай ақпараттық сайт болса ақпаратын оқитындай сондай мақсатты аудиторияңызды жинайсыз.